Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгінгі таңда хит болып жүрген салаттың бір түрін көрсеткім келеді. Бұл салат өте дәмді болып шығады, әрі әдемі көрінеді. Және де пайдалы көкөністерден жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, тұздалған қияр, қызанақ, ірімшік, салат жапырағы, жүгері. Негізі колбаса қоссаңыздар да болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Барлық қоспаларды ірі етіп, әрі үш бұрышты қиғаштау етіп әдемілеп тураймыз. Жұмыртқаны екіге бөліп жіңішкелеп турадым. Сырды, яғни ірімшікті үш бұрыштап турадым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қиярды қиғаштау турадым. Салат жапырағы мен қызанақты ірілеу етіп тураймыз. Және қызанақ әдемі көріну үшін кішкене қиғаштау турағаныңыз жөн. Үстіне жүгері салып, дәміне қарай өз қалауыңыз бойынша тұзын себесіз және майонез саламыз. Жақсылап араластырып, ыдысымызға әдемі етіп салып шығатын боламыз. Мінеки салатымыз дайын, өте дәмі керемет болып шығады, әрі әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.